Дүлдүл тұлпар. Ау? Бұл ойында жеңген жануар расымен жайлаудың патшасы атанады ма? Қыс түсіп, қар жауғанша сол жануар патша болады. Біз бәріміз соның айтқанын тыңдауымыз керек пе? Тағы да естеріңе саламыз. Күн шыққанын кім бірінші көрсе, сол дала патшасы болады. Күн шықты. Күн шықты. Күн. Жеңімпазымыз, яғни осы жайлаудың патшасы, ол қоңыз. Рахмет, Дүлдүл. Енді мен патшамын. Тұре, ата бересің бе, қорылды. Қоңыз, қоңыз, бұл сен бе? Сен деме, сіз деп сөйле. Сыйла мені. Патша болдым екен деп қойшайсың. Ойбай, арқанай. Шағыладың ба, не істедің? Кешір де, сіз деп айт. Ойбай, сіз кесірің. Қайда кетіп қалды? Жарысамыз ба? Әрине, сені күтіп тұрмын ғой. Тамаша! Мен де жарысам қарғамен. Жарай ма, қарға? Қалауың болсын, найзағай! Жарысайын деп жатқан сияқты. Қане, мен белгі бергенде бастайсыңдар. 1, 2, 3. Жаңбыр жауса ырыс келеді, шөп көбейеді қозым. Мен ол жайлы білмеппін, анашым. Анашым, анау түрлі түстен не нәрсе? Ол кемпір қосақ. Жаңбырдан соң аспанда пайда болатын құбылыс. Мен анау түстердің барлығын білем. Солай ма? Айтып берші қозым. Бірінші тұрған қызыл, одан соң сары, одан соң жасыл түс, көк және күлгін. Жарайсың ақылды қозым. Не болды, қарға досым? Шаршап қалдың ба? 100 жыл өмір сүрсем де, сендей тұлпар көрмедім. Сен мықтысың, Дүлдүл. Нағыз тұлпарсың.